Bismillah söz бастаймын я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз құлақ салып, ей мұсылман. Азан шақыру дәстүрі. Ескі кітаптарда тағдыр тақтасының кілті азан деп айтылады. Адам тілек айтар алдында азан шақырса, тағдыр тақтасы кітабының кілті ашылады. Тілеген барлық дұғасы сонда жазылады. Адам тілек айтып болып, бетін сипағанда тағдыр кітабы қайта жабылады. Егер бетін сипамаса, жын перілер келіп адамның пешенесіне жаман жолға өзгеретін әрдеңені жазып тастайды деп сенеді. Бұл дәстүрді азан айту немесе азан шақыру деп атайды. Әлі күнге дейін Қытай қазақтарының арасында кеңінен таныс. Ал тәуелсіз Қазақстан аумағында Қазан революциясына дейін де болған. Қазір азан тек намаз оқитын кезде және балаға есім қоятын кезде айтылады. Этнограф Болат Бопайұлының айтуынша, азан шақыру қазақ арасынан жоғалған дәстүрлердің бірі саналады. Ал Қытай қазақтарында біреу үй салса, үйленсе немесе баласы оқуға сапарға аттанса, артынан ата-анасы, туған-туыстары дауыстап азан айтып, артынша қолын жайып Құдайдан тілек тілейді.